Жетісу облысының бірнеше ауданы Қытай елімен шекаралас жатыр. Президент мұндай аймақтарды нығайтуды тапсырғаннан кейін жергілікті билік өңірді дамытуға ден қойды. Панфилов ауданында соңғы жылдары әлеуметтік нысандар мен тұрғын үй құрылысы қарқын алды. Себебі аудан халқының саны өсіп, кезек күттірмес мәселелер көбейген. Шежін ауылдағы бұл мектеп биыл пайдалануға берілді. Оған дейін оқушылар ескі ғимаратта білім алып келді. Шекаралы ауылға қоныстанғандар саны артқандықтан жаңа білім ғимараты қажет болды. Ал ескі мектептің бір бөлігі апатты деп танылды. Қазір оқушылар қажет құралдармен жабдықталған нысанда екі ауысымда білім алуда. Екі балам осы мына бұрынғы көне мектептен бітіріп кеткен. Қазір екі балам осындай әйбат зауылым неге мектепке оқып жатқанына өте қуаныштымын. Мен ғана емес, бүкіл осы Шежін ауыл тұрғындары барлықтары қуанышты. Ал аудан орталығы Жаркент қаласында 60 пәтерлі екі тұрғын үй салынып жатыр. Құрылыс жұмыстары биыл аяқталып, кезекте тұрған азаматтарға үлестірілмек. Мұнан бөлек тағы 60 пәтерлік екі баспананың құжаттары әзірлену үстінде. Жалпы аудан бойынша 4200-ден астам адам баспана кезегінде тұр. Халық санының артуына байланысты қалада тағы бір білім мекемесіне қажеттілік туындады. Жаркент қаласында жаңағы жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 1200 орындық үлкен жаңағы мектептің құрылысын жоспарлап отырмыз. Бұл осы ағымдағы жылдың мамыр айында басталады деп жоспарлануда. Сондай-ақ еркін экономикалық аймақ орналасқан Нұркент елді мекенде бірнеше тұрғын үй салынып жатыр. Үлкен Шыған және Пенжім ауылдарында екі спорт кешені бой көтереді. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.